Салатымыз осындай курине филемен жасалатын престиж деп аталады. Ол үшін бізге 100 грамм руккола біз жуып, кептіріп, уже дайындап алғанбыз. Черри, сары, қызыл, мини моцарелла осындай шариктері, сичили соусымыз керек. Курине филемізді бірінші маринадтап, духовкаға пісіріп аламыз. Кішкене осындай майдаланған чесногымыздан қосамыз. Филемізді 180 градуста 20 минутта духовкамызға пісіріп аламыз. Біздің курине филеміз духовкада пісіп шықты. Неке осындай алдын ала дайындаған рукколамызға кішкене соусымызды құямыз. Араластырамыз. Осылай салатымызды әдемілеп шығамыз. Пісіп тұрған курине филемізді осылай кесіп алып, тарелкамызге осылай қоямыз. Осы бальзамический креммен әдемілеп оформление жасаймыз да. Қонақтарымызға осылай береміз.